Иә, біз кітап оқымайтын болып кеттік. Сәйкесінше сөздік қорымызда бір бала жақсы тілні жақсарады, а бір бала өкінішке орай болып қалды. Бұл жобада біз танымал достарымыздың сөздік қоры мен фантазиясының қаншалықты дамыған тексереміз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, YouTube желісінде кезекті біздің шығарылымыз. Бүгін бізде қонақта стендапер, өзінің YouTube каналы бар, әріптесіміз былай айтқан кезде. Сондықтан бізге де оғанда тіркеліп қойыңыздар. Аңсаған, қош келдің бауырым. Қош көрдік. Біздің шығарылымыздың бас демеушісі 100 квадратов ұжымы. Қазақстанның әр қаласында біздің филиалымыз бар. Келіп тегін консультация алсаңыздар болады. Осы шығарылымдағы ең көп лайк жинаған досымызға 100 000 теңгелік сертификатымыз бар. Әр қазағымыз үйлі болсын. Қош көрдік. Мен де жақсы бәрі күшті. Бүгін бір тісімді емдетін вообще идеальный болып тұрмын. Аңсаған, в общем, жалпы бұл бағдарламада біз келген қонақтарымыздың сөздік қорын тексереміз барынша. Қазір білесің ғой, қазір жастар кішкене сөйлей алмайтын болып қалған. Сөйлей алмайтын болып қалған. Бірақ енді сен стендаперсің, бірақ стендаперге сөйлеу енді ең керек, Қажет нәрсе. қажет Құралы ғой. құрал. Сосын стендаперлердің ерекшелігі бір керек сөздерді тауып алады, орын-орнына қою, расстановка. Менде бір вирус сөз бар. Ол штраф болып санала ма? Қандай? Андай деген. Андай? Қандай? Стендапта түсіндіріп жатқан кезде түсіндіре алмайсың ғой. Андай деп түсіндіресің да. И сондай, короче. Негізі қазақтарда сондай сөздер көп қондай, тез түсіндіріп жіберетін. Андай. Осы комментарийдің астына мен бүгін неше рет андай деп жаздым, соны жазыңдар. Бір байтит етіп кетейік. Бірақ андай қылып жазбаңдар. Андай қылып жазыңдар, ема? Келістік қой. Сол онда бастаймыз, кеттік. 5 тақырып беріледі, 5 тақырыпқа 1 минуттан тоқтамай өзің фантазияң ескі сандықтан алып сөздерді пайдаланып сондай қылып қолдансаң вообще керемет болады. Сен сөздік қорың қаншалықты мықты екенін тексереміз. Давай бастайық. Иә. Қара Кез Кез келген бетті ашсаң, ішінде бір сөйлем дайындалған, ары қарай жалғастырып кету керек. Сол сөйлемді. Болды. Неше минут жалғастыру керек? 1 минут. 1 минут тоқтамай. Деп айтуға болмайды, сосын бір сөзде көбінесе қайталай беру. Андай деп ладно айтуға болсын. Болды. Слабый болса. Қай билет түседі екен? Ұбытыма сәл, ұбытыма. Мектептегі ұбытында 3 рет тапсырған, қорқамын осындай нәрселерден. Неге 3 рет тапсырдың, қайта айтуға? Бір балл жетпей қалған ғой, біріншісінде. Қазақ тілі әдебиеттен филологияға тапсырайын дегенмен. 1 балл жетпей қалды, грантқа. Екіншісінде мен журналистикаға тапсырған кезде тоже 1 балл жетпей қалды. Ол кезде мен 100-ден 97 алғам, грант 100-ден 98 болған. Үшіншісінде физика таңдап кеттім. Тағы 1 балл жетпей қалды. 1 балл асырдым да, сөйтіп түсіп кеткем. Қысқасы әдебиетке жолама деген. Әдебиетке бір сөз жетпей қалайын деп тұрма қазір, примерно. Так, сөйлемнің басы. Африкандық тайпалар түрменің орнына. Өрбітеміз. Болды. Не істеу мүмкін, мысалы, өзің фантазияң. Дайынсың ба? Кеттік. 1, 2, 3. Африкандық тайпалар түрменің орнына басқа да жазалар қолданған. Мысалы, кейбіреуінің біз YouTube-тан немесе TikTok-тан көріп отырамыз ғой. Кейбіреуінің аузында мынандай бір сүйектер тұрады, біреулердікі тігілген, біреулердікі басқа нәрсе деген сияқты. Сондай жазалар. Егер сен ұрласаң немесе біреуді өлтіріп қойсаң деген сияқты, әрбір жаза үлкейген сайын сенің аузыңдағы нәрселер де үлкейе береді. Сөйтіп тайпалардың арасында ары бейіп жүрсе аузың. Яғни сен үлкен жаза істедің деген сөз. Егер аузың таза болса, Африкада мындай сөз бар екен, аузы таза болса, байдың баласы сөйлесін. И сөйтіп соларға ыңғайлы осындай жаза қолданған. Ол жақта неге түрме аз? Өйткені ол жақтың түрмелері өз жерлері аз, сулары аз, түрмедегі адамдарға тағы бірдеңе тапсырамыз ба, оларға бірдеңе беру керек деген сияқты өздерінің кішігірім орысша айтқанда вертектары бар ғой. Сондықтан осындай бір жаза қолданған. Ол жақта тағы да бір жаза бар, ол арыстандарға немесе басқаларға жем қылып беру дейтін. Бірақ ол қазір ешқандай да жемісін бермеуде. Қанша болды? Ровно 1 минут 1 секунд болды. Бір орысшасы кетіп қалды ғой. Вертек деген сол бір сөзін алып тастақ, сол кезде 1 минут келейін тұр. Как раз 1 минут болып тұр. Как раз 1 минут. Аузын ырбитады дегенше. Басқа дым езбетсің Африкада. Африкада қандай ассоциация бар екен. Не ол, не деген жаза? Аузына бет салады дейді, ұрлаған сайын кеңітеді дейді. Сондай бар еді Африкада тайпаларды бүйтіп жүретін еді. Африкада түрме жоқ сияқты былайынан. Бәрі ұры ғой. Бәрі ұры, и сол үшін түрме жоқ. Мен видеолардан еш жерден көрмедім, африканский адам полицейский киіп алған. Қиындау сияқты.
қалың ғой, ол жақ суық ыстық қой еще. Татуировка салу керек еще да, түрмеге баратын болса верте ақ олар ғой. Сол үшін Африкада түрме жоқ. Иә. Еще олардың татуировкасы көрінбейді ғой. Ақпыр деген жазбаса. Штрихпен ба? Татуировкасы Келесі сөйлем кеттік. Енді бір Антарктида шығады. Қазақша, бір қазаққа қарай келсе екен. О, міне, ұзақтау екен. Астана қаласында 8 наурыз әйелдер мейрамына қарсы концерт өтті. Концертте деп жалғастыру керек. Тамаша. Тамаша. Жақсы тақырып Как раз. 8 наурыз концертте, болды түсіндім. Дайынсың ғой, Иә. Елеп, Кет, 1 минут, самый главный, асықпай, көне сөздерді пайдаланып, сөз байлығыңды көрсетіп. Концертте де қойыпты, өздерінде бір қате бар. Кім жазған? Кім жазған? Досымбек жазған? Ал кеттік, дайынсың ба? Кеттік, бастап оқимыз. Астана қаласында 8 наурыз әйелдер мейрамына қарсы концерт өтті. Концертте еліміздің эстрада жұлдыздары және де басқа елдің өте мықты жұлдыздары өнер көрсетті. Бірақ 8 наурызға ешқандай қатысы жоқ. Эйкон келді, 50 Cent келді. Өкінішке орай олардың айтқан әндерін біздің ақ жаулықты аналарымыз, жеңгелеріміз, келіншектеріміз түсінген жоқ. Сол себепті олардың концерттің ортасынан кетіп қалуына мәжбүр болды. Оның орнына өзіміздің шоқ жұлдыздарымыз Бейбіт Қорған шоқ қыздарды айтып, халықты тамсандырды. Одан кейін Нұрлан Еспанов «Қыздар-ай, сендерге не десем, сендерсіз өмір бар десе, сенбесем» деген ән тамаша ән айтып берді. Одан кейін Құралай қыз деген әнімен Саят Медеуов, Досымжан Таңатаровтар шықты. Сол кезде басымызға бір ой келді. Шетелден 100 миллиондап, 200 миллиондап 50 центтерді, Эйкондарды шақырған дұрыс па? Әлде өзіміздің Досымжан сияқты, Саят сияқты, Музарт сияқты ата әжелеріміз тыңдайтын әншілерді шақырған дұрыс па деген ой келді. Ой не келеді десең. Не айтам? Әйтеуір мағынасы болды ғой кішкене. 50 центтерді шақырғанша деген, өйткені 150 мың, 200 мыңға билет сатады ғой. Олар бізге ғой, олар біз көретін деп. Просто үлкен концерт болды деді, концерт қалай болғанын түсіндірді. Полный бір концерт айтып проблема айтылды. Одан Бейбіт Қорған бір ән айтты. Бейбіт Қорған келді. Нұрлан Еспанов былай кіріп келді. Нұрлан Еспановтың бір әнін білеміз, ол күшті тамаша ән. Қыздар-ай, сендерге не десем. Мәжбүр болды деген сөз шықты. Мәжбүр болды деген сөз. Ақ жаулықты аналар деген бір сөз болды. Ақ жаулықты аналар деген бір. Ақ жаулықты аналар. Ақ жаулықты аналар. Бірдеңе де әжелер дейтін бар еді ғой. Ақ жаулықты аналар. Скутердағы әжелер. Скутердағы әжелер. Дұрыс білмейтін болсаң. Скутердағы әжелер. Сериалдағындай, американский киноларда әжелер. Келесі сөйлем бізде үшінші сөйлем, иә? Үшінші сөйлем. Соңғы жағынан алайшы, соңғы жағына қарай уже. Жоқ, басынан алу керек. Соңғы жағында фантазия тауысқан кезде Африка дегенде шығады ғой. Басында фантазия бар кезде. Міне. Басында фантазия бар кезде Қытай деп шығыпты. Алматы қаласында сары аяқ киім киген 116 белгісіз азамат. Тамаша. Тамаша. Кеттік. Дайынсың ба? Вообще не айтып болады бұған? Болды, мен дайын. Кет. 12 ННН. 1 минут. 1, 2, 3. Алматы қаласында сары аяқ киім киген 116 белгісіз азамат өздерінің Гловода өте аз ақша беретініне наразылық білдіріп митингке шықты. 116 киген сары азамат сол жерде жұмыс істейді ғой. Оны біреулер челлендж деп ойлап, ННН-нің подписчиктері бір жерге жиналды деп, Rolls-Royce'ты ойнатып жатыр деп ойлаған ғой. Сөйтіп, ол жерде кішігірім кикілжің пайда болып, тәртіп сақшылары, яғни полиция қызметкерлері жиналып, сол жерде таратпақшы болып еді, бірақ ол жерде көбінесе каска киген, жаңағы скутер бар, мотоцикл айдаған әжелеріміз бар. Сол жерде тез қашып кетуіне ыңғайлы болды. Сондықтан бұл өкінішке орай ешқандай нәтижесі аяқталды. Бірақ қызыл аяқ киім кигендер енді не дейді екен десең. Дұрыс шыққан жоқ бұған. Нормально, бірақ ішінен бір күшті сөз шықты да. Кикілжің деген конфликт деген сөздің қазақшасы ғой. Конфликт. Шаң-шаң болатқан жерінен алып шықтық. Кикілжің деген. Кикілжің. Бір стористе бір сөзден шығып тұр, байқадың ба? Бір сөйлемде бір сөз шығып тұр кәмші. Кикілжің деген қандай кездерде қолданамыз біз?
кикілжің 80-ші жылдарда қырып қойған кісілер қолданған сияқты оны. Қазір мыналар қазіргілер. кикілжің болады мыналарда деп. кикілжің болып отыр десе андай бір киіздің бір түрі сияқты. Қазіргілер қолданбайды сияқты. Конфликт дейді ғой. Оның орнына кикілжіңді қолданайық. Кикілжіңді қолданып, иә. Жоқ, кикілжіңді қазір былай қылып тастады ғой. Ұрысып қалды дейді ғой көбінесе. Кикілжің деген шешуге оңай сияқты да. Екі адам ақылдасып бүйтіп ұрысып қалды деген уже ондай Уже болды. Кикілжің деген не серьезно бұтауырақ бір жағынан да. Досым, мен мына жақта 4-4 кикілжің болып отыр. 4-4 кикілжің десе өзің шеш дейді ғой. Мына жерде 4-4 Тапаватыр секеледі ғой онда. Онда келеді. Тапаватыр. Тапап жатыр емес, тапаватыр. Бір аппараттың аты сияқты тапаватыр. Иә. Ал давай енді соңғысы ма? Так, ну, үшінші ма? Төртіншісі. Төртіншісі. Ой, ана жерде жоқ екен. Үлкендеу сөз. Осындай нәрселер түсетінін білмеймін мен. Ғалымдар алдыңғы выпусктарын көргенмін сендердің, тамаша. Осындай нәрселер түскен. Ғалымдар жирафтың бойы не үшін ұзын болғанын зерттеп осындай тұжырымға келген. Опа. Тамаша. Қандай тұжырымға келуі мүмкін? Қандай тұжырымға келуі мүмкін? Примерно өзімде басымда бір тұжырым ғана тұр өзі. Болды, түсіндім. Түсіндің бе? Иә. Дайынбыз ба? Кеттік. 1 минут ровно тоқтамай жирафтың бойы не үшін ұзын болғанын айтып беріп, ортасынан бір екі сөз тауып алсақ, сол біз үшін қуаныш. Кеттік. 1, 2, 3. Ғалымдар жирафтың бойы не үшін ұзын болғанын зерттеп осындай тұжырымға келген. Ол тұжырымда олардың арасында 3 бірдей нұсқа келген. Біріншісі, бойы ұзын адамдарды не деп мазақтаймыз деген. Біреулер зебра десе, оның бойы ұзын емес, 2 зебра десе, ол басқа бір әңгіме. Сондықтан жираф деген сөзді әдейі бойын ұзын қылдырайық, сөйтіп ұзын адамдарды осылай мазақтаймыз деген. Екінші тұжырым, жирафтың бойы неге ұзын? Өйткені жираф басында создавать етілген кезде деген, басында жаратылған кезде ол жердегі жейтін тамақтарды арыстан жеп қояды, зебра жеп қояды, басқа жеп қояды, ал үстіндегілерді оның бәрі қыруар көкшігін, оларды ысырап болмасын деп, әрбір маймыл кеп міне бере ма ол жерге дейді сияқты, маймылдарға да кішігірім конкуренция дейді орысша айтқан кезде. Сол бақталастық болсын деп жирафты осындай ұзын деп айтқан. Үшінші нұсқа менде жирафтың бойы неге ұзын? Баяғыда ертегі бар еді, қайырлағаштың құйрығы неге аяр деген. Сол сияқты бір ертегі шығарамыз деп ойлаған ғой. Жирафтың, бірақ оған олардың фантазиясы да жетпей. Менің сөздік қорында жетпей, осы жерден мен тәмамдадым. Тәмамдадым деген сөз жақсы екен. Тәмамдадым. Осымен тәмам. Нұрмахан Мұхан ол айтады сол. Сіздердің шығарылымдарыңызға жақсы, жобаларыңызға жақсы бір қонақ тауып қойдым. Нұрмаханды шақырсаңыз. Өте жақсы. Нұрмахан ертең тәмам деген сөздің, тәмам деген сөз ол үшін андай деген сөз сияқты ғой. Өте болдым деген сияқты ма? Негізі солай ғой. Сосын ораторский ғой, бұл жерде ораторский возможность ғой. Яғни ораторлар дегенді пайдаланбайды. Мен тәмамдадым деп айта алмайды. Біздің ең бірінші президентіміз Назарбаев никогда деп айтпаған екен. Ол кісі деген. Деп айтпаған. Вообще оратор. Ораторский кітаптар оқу керек. Сосын тарих бойынша Ленин мен Назарбаев екен. Монтажерлар да жақсы болған. Тоқтамай сөйлейді. Міне монтажерлар да жақсы болған. Монтажерлары әдеймеген, әдеткізбеген. Дегеннің бәрін қиып тастаған. Иә, негізі жақсы информация жоқ, бұл факт, бұл ақиқат. Бірақ тәмамдадым деген қазір қолдана алмайды сияқтымыз андай. Боди массажға барып, мен тәмамдадым десең. Тамақ жеп болып. Балам болдың ба десе, мен тәмамдадым. Осымен бәрі тәмамдалды. Соңғы сөз кеттік. Соңғы сөзді 1 минут 30 секунд қылып айту керек. Соңғысы қиындау болма. Соңғысы қиындау кішкене. Соңғысы ақша берем. Алдап қойса. Жақсы бір тақырып таңдау, өзің жүрегіңе жақын осы. О, тамаша. Келді ма? Жүрегіме жақын деп айтуға келемеген. Так, соңғы тақырып кішкене жаныңа жақын. Жаныма жақын. Париж деп басталған. Арманыма жақын дейік та, жаныма емес. Париж қаласындағы сантехниктер әр жексенбі сайын. Әдемі? Не істеу мүмкін әр жексенбі сайын Париждегілер? Сантехниктар еще. Явно сырашы еді ғой. Неге сыраны деп, сыра деп айтпасқа неге? Сыра деп айтпайды екен. Неге біз пиво деп айтамыз? Неге балтика деп айтамыз? Өйткені сыра, пауза қойып отырмыз ба? Сыра деген ондай күнә заттарды қазақша аудармай қойық. Кете берсіз ғой. Бізде ондай болмаған.
Бізде сыра болмаған ғой. Бізде Онда арақты не алдың? Шарап. арақ та бізде болмаған. Шарап десең бір как будто андай зиян емес Да, сияқты. осы жерде шарап қымыздың десең рекламасы қыздарға күшті предлагать етсең де күнә емес сияқты бір түрлі. Шарап деген Шараптан бірден- алыңыз. Иә, бірден жумоңдың заманына түсіп кетеміз. Бүйтіп беру керек па обязательно кішкене. Бүйтіп ішеді. Ұялғаннан. Мен секундомер дайындаймын. Соңғы аңсағанның ең сөздік қоры осы жерде шығады деп ойлап тұрғы енді. Осы 1,5 минутта Париждағы сантехниктар туралы айтып берсін. 1, 2, 3, кеттік. Париж қаласындағы сантехниктар әр жексенбі сайын Эйфелева башнясына, оны мен қазақ мұнарасына, Эйфель мұнарасына қарап, таң қалып, неге біз осы жерде тұрмаймыз, неге біз осыны үстіне барып тамақ ішпейміз деп бір өкініп алады екен. Бірақ бұл әр жексенбі сайын ғой. Ал әр сенбі сайын олар Париж Сен-Жермен футбол клубының ойынына барып, Мбаппенің ойынына тамсана қарап, соған өздері ойнағандай бір ентігіп, әсер алып, мен енді сантехник болмаймын деген сияқты тамаша мотивациялар алып, өздеріне күш жинап ұйықтайды екен де, жігерленіп, келесі күні өкінішке орай ешқандай да нәтиже болмаған соң қайтадан өздерінің жұмыстарына барады екен. Бұл Париж қаласында емес, әрбір елді мекенде де бар. Біздің Алматыда бүйтінде өзіне жігерленіп, ютубтан жігерленіп, болды, мен ертеңнен бастап елімнің көтеруіне барынтамды салам деп таңертең тұрған кезде ешқандай ынтасыз, жігерсіз, өкінішке орай сол күйбең тіршілікке қайтадан түседі, өкінішке орай. Бұл жігіттерге не айтам? Түнде көп армандамай, күндіз көп жұмыс істеу керек. Сол кезде сен түнде өзінің көп жұмыс істегенінің нәтижесін көріп, тамаша өмір сүресің деп ойлаймын. Мен бұрын көп армандайтын, қазір көп жұмыс істеу керектігін түсіндім дейтін сөз бар еді ғой. 5 секундқа бірден қосып жіберсеңіз. 1, 2, 4, 5. 5 сөз айттым ғой. Все, көптен көп Тамаша. Жақсы. Париж қаласында сантехник болып жұмыс істегім келеді, бірақ бір жағынан. Рахмет саған, қалай? Көп рахмет. Тамаша. Өзімнің аз оқитынымды осы жерде дәлелдедің. Дәлелдедім, иә. Сөздік қорымыз аз екенін. Бұл жерде сөздік қор емес, бұл жерде деп тұрып қалсаң, тез ойлап табу ғой сөздерді. Ситуациядан шыға беру. Тез ойлап табу және өзіміздің қазақша тілдерді дамыту ғой. Қазақ тілдерін ұмытып батқан көне сөздер шығару. Басты мақсат. Қазақша сөз сөйлеңіздер, қазақша сынапқа келіңіздер. Мен аңсағанға көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңе. Сіздерге көп рахмет шақырғандарыңызға, елеп ескеріп. Деп соңына дейін осындай сөздер қосып отырсың. Барынша ма? Ендеше нағылғалы тұрмыз. Ендеше құрметті достар, барынша кітап оқып жүрек, барынша қазақ тілінің ең әдемі сөздерін пайдаланып сөйлейік. Потому что осымен бағдарлама тәмам, тіркеліп, бізге лүпіл басып кетуді ұмытпаңыз. Ең көп лайк жинаған комментарийға менің атынан күміс кітап деген бір кітап сыйлаймын. Біздің қонақтар сондай мәрт қолдау. Мәрттік біздің қонақтар сондай мәрт. Сосын аңсағанда каналына тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.